Өмір жолы қайнаған еңбек пен тынымсыз ізденіске толы атамыз Құлбайымбетов Жарқынбек 1941 жылы Түркістан ауданына қарасты номері 33 разъезде дүниеге келді. 1958 жылы қаладағы бұрынғы нөмірі 1 Ленин атындағы орта мектепті бітірді. Ал 1964 жылы Шымкент қаласында Крупская атындағы педагогикалық институттың физика-математика мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Түркістан ауданындағы Күйбышев атындағы мектепте физика-математика пәнінің мұғалімі болып бастаған. 1964-1965 жылдары Ленинград қаласына Кеңес армиясы қатарында азаматтық борышын өтеген. Ал 1965 жылдың тамыз айынан 1967 жылға дейін Сырдария орта мектебінде мұғалім әрі сырттай оқыту мектебінің консультация бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. 1969 жылдан 1971 жылдың тамыз айына дейін қалалық білім бөлімінің әдістемелік кабинет меңгерушісі болды. 1984 жылдан 1999 жылға дейін қалалық білім бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. Түсірілім барысында Жарқынбек атамыздың танымды тағылымды мұрасымен танысу мақсатында жұмыс орнында және үйінде ғылыми еңбектермен және ғылыми мұралармен таныстық. Қарты бар үй қазынасы бар деп даналар айтқандай, қазіргі таңда Жарқынбек атамыз облыстағы ардагерлер алқасының төрағасы қызметін атқарады. Жарқынбек Құлбайымбетов атамыз бірнеше мәрте аудандық кеңес депутаты, аудандық партия комитетінің пленум мүшесі, аудандық атқару комитетінің мүшесі болып сайланған. Лениннің туғанына 100 жыл толуына орай мерекелік медалімен, бірнеше мәрте облыстық білім басқармасының құрмет грамотасымен, бірнеше мәрте аудан әкімі, қала әкімінің алғыс хатымен марапатталған. Қазақстан оқу министрлігінің оқу ағарту ісінің озық қызметкерлері төсбелгісімен және КСРО оқу ағарту ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталған. Жарқынбек атамыздың жеке мұрағатында сақталған сыры мол суреттер мен құнды құжаттар тынымсыз еңбек пен қажырлы қызметтің айғағы екендігіне көзіміз жетті. Қорытындылай келе, халық даналығында бағалай алғанға бақ беремін, қадірлей алғанның қадірін артамын деген. Олай болса, бағым артсын десек, ұлағатты ұстаз, парасатты тұлға Жарқынбек ағамыздың ғибратты да өнегелі ғұмырын, тағылымды еңбегі өскелең жас ұрпаққа берері мол. Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді дегіміз келеді. Қуана алғанға құт қонады. Ел мақтаныштары әрқашанда ұлықтала бермек. Алаш жұрты өздеріңізде ел тұтқасын ұстаған тұлғалармен мақтанады. Жарқынбек ағайды 1986 жылдан бастап білемін. Ол кісі Түркістан ауданының білім бөлімінің меңгерушісі болып, мен мектептің директоры болып, 13 жыл бірге қызметтес болдық, өзеңгелес болдық. Жақын аудандық білім бөліміні басқарғанда ғылыми тұрғыдан басшылық жасады. Ол кісі жиналыстарда білім беру ұйымдарының басшыларына жиналыс өткізген кезде айқайлап емес, біліктілікпен, мәдениеттілікпен, қарапайымдылықпен талапты қоятын еді. Соның үшін басшылар ол кісіні бірінші басшы ретінде өте құрметтейтін еді, сыйлайтын еді. Ал жұмыстан тыс кезде ол кісіні кәдімгі өзіміздің бауырымыздай, өзіміздің ағамыздай сыйлап құрметтейтін едік. Жақын кабинетінде ертеден кешке дейін отыра бермейтін еді. Ол кезде аудандық білім бөлімінің меңгерушісінің қызметтік көлігі жоқ. Әбетке дейін жұмысын атқарады. Әбеттен кейін сол кезде оқу өндіріс комбинат деген болатын еді. Интернаттар болатын еді. Солардан көлік шақыратын еді. Ол кезде көліктер кәдімгі өзіміздің ГАЗ-51, ГАЗ-53,
жүкті көліктер. Сол көлікмен бірге әбеттен кейін ауылдарын аралап мектептерге баратын еді. Мектепке барғанда ол кісі сол мектептің бір басшысының кемшілігін көре қояйын деген мақсатта бармайтын еді. Қалай етсек, сол мектептің оқу тәрбие процесіне жақсауға өзімнің үлесімді қосамын деп ниетпен баратын еді. Мектепке барған кезде ол кісі ең мықты мұғалімдардың сабағына енуге уақыт тапатын еді. Сөйтіп, сабағға талдау жасап, сол мықты мұғалімдарға біраз тапсырмалар, ұсыныстар беріп кететін еді. Мұғалімдар аудандық білім бөлімінің меңгерушісі келіп, маған ұсыныс беріп кетті деп, біраз уақытқа шейін шығармалық жұмыс жасайтын еді. Жарқынбек ағай білім саласында қандай іс-шаралар болса да, соның басқасында жүретін еді. Енді ол кездері әр 5 жылда мектептер фронтал тексеруден өтетін еді. Сол тексеруді өзі барып, мектепті аралап, мектеп ұжым білен ақылдасып, мектеп оқушыларына білен сөйлесіп, сөйтіп басшылық жасап жүретін еді. Енді мен Жақаңмен бер жағы Алматы, бер жағы Москваға дейін бірге іс сапарда болдым. Жақаң қайда жүрсе де өзінің позициясын бермейтін, өзінің орнын білетін сондай бір керемет тұлға. Оңтүстік Қазақстан облыстық әкімшілігінің ғимараты, облыстық мәслихаттың ғимараты, облыстық мәслихаттың жанында бір қанша тұрақты комиссиялар болады. Соның ішінде әлеуметтік даму комиссиясы бар. Мен сол комиссияның мүшесі едім. Енді түрлі атақтарына беретін мәселелер сол комиссияда қаралатын еді. Комиссияның отырысы өтіп жатыр. Облыстың құрметті азаматы атағына беретін ұсынылған кісілердің құжаттары кіріп жатыр. Комиссия мүшелері өздерінің ұсынысын айтып жатыр, пікірін айтып жатыр. Бір уақыт сол Құлбайымбетов, Жарқынбек ағайдың құжаттары кірген кезде барлық комиссияның мүшелері бұл кісі ұлағатты ұстаз ғой, өзінің барлық өмірін жастарының біліміне, тәрбиесіне берген кісі ғой. Сондықтан бұл кісіні қолдаймыз, бұл атақны береміз деген сәттердің мен куәсі болғанмын. Мен Құлбайымбетов Жарқынбек ағаны сонау 1984 жылдан бері қарай танимын. Сол кісінің қолынан көп тәрбие үйрендік, басқару системасын үйрендік. Міне біздер жұмыс істегенімізде қалай мұғалім болу керек екен, қалай тәрбиені жүргізу керек екен, қалай оқу системасын жетілдіру керек екен барлығын Жарқынбек аға үйретіп отырды. Қарапайымдылығымен, білімділігіменен, сауаттылығыменен сынап та алатын, кішкене қаталдықпен сөйлеп те алатын, бірақ артынан арқамыздан қағып, қалай жақсы ма жұмысың, төселдің бе, үйрендің бе, қандай көмек керек деген жақсы жылы лебіздерін білдіріп отыратын. Ұстазыма үлкен рахметімді айтып, өміріңізді жалғастыра берген ұрпақтарыңыз аман болсын, өзіңізге Алланың берген жасын жасау тілеймін, бала шағаңыздың рахатын көріп, елдің ішінде үлкен абыройлы азамат болып, осындай биік шыңға көтерілгеніңізге, 80-ге толған үлкен жасқа жеткеніңізге, үлкен абыройға ие болғаныңызға мен шынында перзенттік рахметімді айтамын. Өте мәдениетті, сыпайы адам екен. Бірге істестік. Ол кісі барлық Түркістан аудандық оқу бөлімін басқара отырып, сол ұстаздардың ұстазы бола отырып, көп тәжірибесін үйретті, көрсетті. Қандай жағдайда болмасын, ол кісі тек жай ғана сөйлеп, ұрыспай ақылын, тәжірибесін көрсетіп, үйретіп отыратын. Сол кісінің еңбегі арқасында жақсы ұстаз болып жетілдім. Түркістан аудандық ақсақалдар алқасына мүше болдым. Ол кісі сол кезде әлі жұмыс істеп жүрген Түркістан лицейінің директоры болып, сол лицейінің директоры болып пенсияға шыққаннан кейін бізге келіп қосылды ақсақалдар алқасына, ардагерлер алқасына. Ардагерлер алқасының төрағасы болып сайланды. Сонда да біраз бірге істестік. Одан кейін біз Түркістан ауданынан бөлініп кеттік. Сонда да осы хабарласып, сыйласып тұрамыз.